Қайырлы күн, құрметті математика пәні мұғалімдері. Мен Жомарт Мұратович, физика-математика ғылымдарының кандидаты. Мына Шаригиннің 5000 задач по геометрии, стереометрия бөлімінен мынадай 4549 қызық және қиын есептің шешуін көрсеткім келді сіздерге. Бұл пирамиданың көлемін табу туралы. 4549 есептің орысша шартын оқимын, сосын қазақша аударып сіздерге тақтаға шығарып көрсетемін. Найдите объем правильной треугольной пирамиды с радиусом вписанной сферы равный r и с углом боковой грани с плоскостью основания равным ветта. Енді осының қазақшасын аударайын. Төртбұрышты пирамидаға іштей сызылған сфераның радиусы кішкентай r-ға тең, және бүйір жағы мен табан жазықтығының арасындағы бұрыш веттаға тең. Осы мәліметтерді біліп, үшбұрышты пирамиданың көлемін тап дейді. Міне осы есепті тақтаға сызбасын сызып шешуін көрсетемін сіздерге. Там бізге мен сызбасын сыздым. Үшбұрышты пирамиданың барлық бүйірлері тең, міне табанда үшбұрыш жатыр, яғни барлық табандағы үшбұрыштың барлық қабырғалары тең. Мен онда бізге екі жазықтың арасындағы бұрыш, екі жағының арасындағы бұрыш деп біз нені түсінеміз? Екі жағының жазықтығының арасындағы бұрыш деп түсінеміз. Ол деген не деген сөз? Екі қиылысу түзуіне түсірілген перпендикуларлардың арасындағы бұрыш. Енді қарайық, мына бүйір жағы тең бүйірлі үшбұрыш болғандықтан бүйірлері тең ғой бізде үшбұрыш пирамида. Оның табанына түсірілген биіктік ортасына барады. Мына жерде де үшбұрыш болғандықтан табанына ортасына барады мына биіктігі, дұрыс па? Сонда енді бізде мынандай бұрыш пайда болады ғой, перпендикуляр бір жерде қылса, екеуінің арасында бұрыш пайда болады. Сол бұрыш не? Екеуінің арасындағы бұрыш как раз табанның жазықтығы мен бүйір жағының арасындағы бұрыш ол веттаға тең. Мына S бұда қандай? SO табанына түсірілген биіктік, ол не? Табанның центрына түседі, яғни табанның центр дегеніміз ол іштей және сырттай сызылған шеңберлердің центрі үшбұрыш болғанда олар беттеседі. Мен бұны қайталап дәлелдемеймін, алдын дәлелдеп көрсеттім, оның табанның центрына түсіп биіктігі. Сонда бізде SKO бұрышы қытайда болған веттаға тең. Сол бүйір жағы мен табанның жазықтығының арасындағы бұрыш. Енді бізге не берілген тағы? Іштей сызылған R, кішкентай R, іштей сызылған сфераның радиусы берілген. Сонда бізге осыған не? Осы пирамиданың ауданын табу, көлемін табу керек бізге. Енді біз іштей сызылған сфера деп қандай сфераны айтамыз? Барлық жақтарын жанайтын сфераны айтамыз да. Барлық бүйір жағын және табанын. Енді қарайық. Алдың видеоларында мен көрсеттім. Екі жазықтықты жанайтын, екі жазықтық қиылысушы, екі жазықтықты жанайтын сфераның центрі қайда жатады? Осы екі жазықтықтың қиылысу түзу арқылы жүргізілген бисекторлық жазықтық бойында жатады. Бисекторлық жазықтық дегенде, яғни екі жақты бұрыштың бисектрисасы мен осы қиылысу түзуі арқылы өткен жазықтық. Сонда енді бізде қалай болады? Мұнда енді біз қалай болады? Сфера қай жерде жатыр? Сфераның центрі сонда, иә? Міне, онда мына қарайық, мына екі жақты бұрыштардың бисектрисін былай жүргізсек, биіктіктің бір нүктесінде қылсақ, мына тең, мына былай қоссақ, мына табандағы центр болғандықтан табан мен яғни оларды үшбұрыштар катеттері тең, биіктік ортақ, сонда оларды тек бисектрисалардан былай екі жақты бұрыштардың бисектрисаларын қоссақ, бір жерге барады, обыр деген нәрсе, дұрыс па? Яғни биіктігінің бойында жаққан обыр деген нүктеге барады мына жерде. Обыр деген не? Биіктігі. Міне, обыр деген не? Биіктігінің бойында жаққан бір обыр деген нүктеге барады мына жерде, дұрыс па? Онда енді біз мына жерде не? Онда SOK үшбұрышын қарастыруымыз керек біз мына жерде. Сонда біз SOK үшбұрышында не? Обыр R-ға тең. Өйткені SO биіктік обыр автомат түрде табанына перпендикуляр болады. Өйткені SO-ның бойында жатыр ғой, дұрыс па? Енді бізге нені табу керек? Пирамиданың көлемін табу үшін. Табанның ауданын табу керек, табан тең қабырғалар үшін, оның қабырғасын табу керек. Енді жиысың, оған түсірілген биіктік бізге тек қана радиусы берілген іштей сызылған сфераның және оған екі жақты бұрыш белгілі табан. енді бізде қалаймыз? SOK үшбұрышын қарастырамыз, сонда бізде не? обыр R-ға тең және обыр К бисектрис екенін яғни пайдаланамыз. Өйткені ол не? іштей сызылған сфераның центрі. Ол міне қарайық. Онда SOK үшбұрышын қарастырамыз бізде. SOK үшбұрышын қарастырамыз. Веттаның бисектрисасы өткенде бірдей қашықта жатыр. Мынауда радиусқа тең, мынауда кішкентай R-ға тең. Өйткені бүйір жағына түсірілген перпендикуляр ол жанайды өйткені, дұрыс па? Обыр, олар R-ға тең. Мына бұрыш обыр КО, мына бұрыш неге тең? Ветта бөлінген екеуі де бисектрис өйткені бірдей қашықта жатыр. Мына жанайтын сфераның центрінің бойында жатыр, дұрыс па? Онда енді бізде мынау R-ға тең. Сонда бізге ОК-ны таба аламыз өзі тереуіне, дұрыс па? ОК неге тең? ОК мына тікбұрыш үшбұрыш қой. обыр К
ока тікбұрыш бізден мынау қалай табамыз оканы мынау катетке не мынау ветта білгенен катетке қарсы жатыр мына ол қатер ғой өйткені мына центр шизылған сфераның центрінен табанына түсірген биіктік ол жанайтын болғандықтан ол не қатер өйткені ол жанайды табаны дұрыс па мынау қатер онда мына бір катет арқылы қалай өткеніміз оканы мынау көбейтілген набрыштың катангенс көбейтілген катангенс ветта бөлінген енді ока біз айттық қой ол центр табанның өйткені дұрыс бұрышта биіктік центрінде ока ол не ол мынау СЦК ол биіктікте медиананы бисектриса ол о центр сондықтан ока СК-ның 3/1 тең ал СК неге тең биіктік дұрыс бұрыш болғандықтан неге тең ол сонда СЦК неге тең ол қабырғасын А десек дұрыс бұрышты мысалы А-ны А десек мысалы А-ны А биіктік сонда енді мына ока неге тең ол ЦК-ның 3/1 тең ғой 3/1 көбейту ЦК ол биіктік қабырғасы А болса дұрыс бұрыштың биіктігі қалай түбірашты А бөлінген 2 қысқарып түбірасты 3А бөлінген 6 міне енді қарайық мына ока осыған тең енді бізге оканы мынау тауып алдық қой мынамен мынаны теңестіреміз сосын не істейміз теңестіріп А-ны табамыз сонда түбірасты 3А бөлінген 2 неге тең түбірасты 3А бөлінген 6 міне катангенс ветта бөлінген 2 осы бізге мен дәлел осыдан А-ны табамыз А неге тең мына жаққа шығарып жібереміз 6 бөлу түбірасты 3 ол 2 түбірасты 3 катангенс ветта бөлінген 2 өрнектен табан тауып алды енді осы жерде біз дұрыс бұрышты пирамиданың не табанның ауданын білуіміз керек қой өйткені көлемін тапқымыз бізге батыр сосын не биіктігін табамыз енді ана дұрыс бұрыштың қабырғасы А болса оның ауданы қалай болады ауданы қалай болады ауданы қалай болады дұрыс бұрыштың егер қабырғасы А болса С табанның ауданы 3 бұрыш А болса оған 4 түбірасты 3 бөлінген 4 А квадрат болады өйткені дұрыс бұрыш қой өйткені мынау түбіраш А бөлінген 2 А екеуін көбейтеміз түбіраш 3 бөлінген 2 А квадрат 2-ге бөлеміз онда мынау болатын мына орнына қоямыз мында қалай мына 4-тен 4 шығарып кетеді 3 түбірасты 3 квадрат катангенс квадрат ветта бөлінген 2 міне табанның ауданы осыған тең енді біз биіктігін табуымыз керек қой биіктігін табу үшін не істейміз мына тағы да СОК үшбұрышын қарастырамыз СОК үшбұрышында не белгілі бізге оканы тауып алдық біз дұрыс па жаңа ока мынаған тең бізге ока мынаған тең дұрыс па оканы тауып алдық енді биіктігін қалай табамыз онда мына бұрыш белгілі ғой бізде табанында екі жақты бұрыш сол бұрыштың не тангенсіне көбейтеміз сонда қалай болады бізде онда СОКаны сіз болайық СОК мынау веттаға тең мынау неге тең СО биіктік СО ғой мынау тауып алдық катангенс ветта бөлінген 2 катангенс ветта бөлінген 2 мына тауып алдық қой енді СО биіктік ғой бізге керек СО неге тең бұрыш мына катет көбейтілген мына қарсы оған қарсы жаққан бұрыштың катангенсі ока көбейтілген тангенсі ока көбейтілген тангенс ветта өйткені қарсы жатыр ғой дұрыс па орнына қоямыз табылғанда катангенс ветта бөлінген 2 көбейтілген тангенс ветта міне биіктігін таптық ауданын таптық енді не істейміз осыларды көбейтіп 3-ке бөлеміз САБЦ-ның көлемі неге тең 3/1 аудан САБЦ-ның ауданы көбейтілген СО биіктігі СО енді осыны қалай дейміз мына екеуінің орнына қоямыз сонда не есептеу жүргіземіз сонда не бізге пирамиданың көлемін табатын боламыз нақты түрде мен ветта арқылы белгілі параметрлар арқылы сонда қалай болады 3/1 көбейтілген орнына қоямыз 3 түбірасты 3 квадрат катангенс квадрат ветта бөлу 2 көбейту мынау мында катангенс ветта бөлінген 2 көбейту тангенс ветта міне жерде 3-тер қысқарып кетеді сонда қалай квадрат куб түбірасты 3 куб катангенс квадрат катангенс түбірасты 3 куб катангенс куб ветта бөлінген 2 тангенс ветта міне осыған тең таптық көлем мынаған тең қалай болды көлемі бізде жауабын нақты жаза салайық қайталайық түсінікті болсын есептің жауабымен салыстырамыз сосын жауабы көлемі қалай болды сонда бізде жауабы түбірасты 3 куб катангенс куб ветта бөлінген 2 көбейтілген тангенс ветта
көлем осыған тең. Қазір жауабымен салыстырып сіздерге көрсетемін. Сіздерді маңданбас үшін міне көлем осыған тең болып шықты. Біз дәлелдеп көрсеттік осыны. Құрметті ұстаздар, мен қараңыздар, 4549 есеп еді ғой бізде. Жауабымен біздік дәл тур біздікіндей қараңыздар. R куб тыбырас үш, тангенс ветта, котангенс куб ветта бөлінген 2. Тек көбейткіштер ауысып кеткен. Міне қараңыздар. Біздікі қандай міне? Көріп тұрсыздар ғой біздікіне? Міне. Біздікі қандай міне? Тыбырасты 3, R куб, котангенс куб ветта бөлінген 2, тангенс ветта. Міне мынау да дәл сондай. Тек не? Көбейткіштер ауысып кеткен. Міне көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Ендеше видеома лайк қойып, каналыма подписка жасаңыздар, әріптестеріңізбен бөлісіңіздер. Міне дәл шығардық, еш қатесіз шығардық міне. Менің каналымның басқа каналдардан артықшылығы өте күрделі есептерді талдайды. Сау болыңыздар, барлықтарыңызға сәттілік тілеймін.